бізге айлық төлемегеніне пәленбай уақыт болды, азамат сатып алды жұмыстан кетсін деген сияқты не себепті болды деп ойлайсыздар өздеріңіз? Менде де сол қазақ фильмінің жобасына қатыстым, Капитан Байтасов деген. Менде де әлі гонорарды әлі алған жоқпын. Съемочный группаны ешқайсысы алған жоқ. Келе жатсам, жаңа есіктің алдында мамам қаппен жер жаңа сатып тұр көшеде. Мен 17 жастамын. И сол кезде бір мент келді де, мамамды қуып отыр. Неге тиісіп вас дедім, пошел вон деді, отсюда деді маған. Сізге жалпы жаңа осы менттің рөлін ойнаған көбінесе жарасады да. Жалпы осы метавской өмірге бір қатысыңыз бар ма? Оқуын оқыдыңыз ба әлде бір? Мен мамандығым заңгер, одан кейін органда жұмыс істедім, тергеу органдарында. Бәсе. Мықты келтіретін сол екен ғой. Сол, в основном сол полковниктарды ойнаймын, руководительдер. Сіздердің ондарыңызға талай ұлы тұлғалар келіп отыр да енді. Тарихта қалатын ертең Шавқат Рахмонов бар, Мұхамеджан Тазабеков ағамыз, Сырымбек Тау, көптеген танымал тұлғаларымыз келді да. Кейбір кісілер, кейбір азаматтарға мен хабарласам ғой, подкастқа деп. Олардың деңгейіндегілер еместер негізінде, мировой звездалар емес, жаңағындай. Мен бер жағында жүргендер ғой. Бірақ енді шынайы ниетпен тұлға болғаннан халық кішкене көрінсін, тыңдасын деген ниетпен шақырамын да, сол кезде ой анау деп жауап бермей жатады, ұзаққа созып жатады, болмаса қолым тимейді дейді, жаңағындай мүлдем жоқ деп айтады, короче. Ракетирдағы Руслан сияқты қазір бар, өтін айран деп. Бірақ біздер басында тұрған кезде біз ойнамаймыз, что-то бізді атып кетеді ғой, анау что-то. Құрметті достар, менің Жазиралы Жаркенттің тумасы екенімді баршаңыз білесіздер. Осы Жаркенттің кіре берісінде Балқаймақ деген керемет ресторан ашылған болатын. Сол ресторанды ашқан біздің Мұрат Саудабаев деген үлкен ағамыз, кәсіпкер ағамыз. Ол кісі жалпы ол жерде өзіміздің салт дәстүрімізді дәріптеу мақсатында қазақи тағамдарды көптеп жаңағы мәзірге енгізді, және қазақтың ән күйі үнемі қосылып тұрады. Әртүрлі оркестрлер, әншілер келіп ол жерде жаңағындай өнерлерін көрсетеді. Сондықтан Жаркентке барып жатсаңыздар, міндетті түрде осы Балқаймақ мейрамханасына кіріп, дәм татып шығуларыңызға болады. Келіңіздер, ол жер сіздерді әрдайым күтеді. Ассаламағалейкум. Біздің жағың сынса да сағың сынбасын атты подкастымыздың тұрақты көрермендері, бүгін бізде қонақта Ержан Марат деген актер ағаларымыз келіп отыр. Екі бірдей актер ағамыздан сұхбат алу қалай болады екен, енді бүгін көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, қызық сұхбат болады. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам, Айдос. Уағалейкум ассалам, Айдос. Қалдарыңыз қалай? Сол қал жағдай сұрасудан бастаймыз. Жалпы обычно әрдайым сұхбатымызды. Аллаға шүкір, бәрі жақсы, бәрі жоспар бойынша. Аллаға шүкір, рахмет. Өзі жақырын қуана жүгіріп келдік. 5:15 сейчас. Біз ерте келдік. Мәке, енді бірінші сұраққа өзіңізге қойсам ба деп тұрмын. Сізді көбінде енді халық Рекетир киносынан біледі ғой, жалпы бағыңызды ашқан киноның бірі сол кино деп сенімді түрде айта аламын өз басым. Одан кейін де Тараз, қаншама киноларға түстіңіз ғой. Бірақ жалпы бағыңызды ашқан кино осы кино болды. Жалпы осы киноға қалай тап болдыңыз? Кастинг арқылы келдіңіз ба, әлде Ақын ағамыз өзі шақырды ма сізді? Бұл жерде әртүрлі сыбыс бар, мен қалай келгенімді, мысалы кастингке. Мен өзім спортсменмін, академия спортыда оқыдым, ол кезде Ақан аға спортсмендерді жинады. Мен бірақ Алматыға бірінші рет келгенде 95 жыл, ең бірінші театральныйға келгем оқуға түсуге. Бірақ мен кешігіп қаптым. Коридорда жүрсем, гитараман ойнайтып жатыр, бәрі сөйтіп. Уже кешігіп қалдыңыз дейді. Сосын двоюродный сестрам осы Алматы облысында тұрған, сол екеуміз келдік, сосын мен отырып жыладым 2 сағат. Уже все профукал. Сосын амал жоқтан басқа университетке түстім мен. Ол институтта мен 6 ай оқыдым да, оны тастап кеттім. Азви деген бар ғой, аграрный. Соны тастап кеттім, содан кейін мен барып физкультураға келесі жыл түстім. Қандай спорт? Кикбоксинг, факультет восточный единоборств. Бірақ мен кішкентай кезімнен анам жұмыс істеп, маған тамақ әкеп, жұмыстан тастап, мен тренировкаға апаратын. Ініміз екеумізді акробатикаға апарған. Цирковой. Акробат болғанбыз біздер. Спортивный база бар дейсіз ғой жалпы. База 7 жастамын. Содан кейін ол цирк жабылып қалды. 91 жыл разруха болды. Тренер Америкаға кетіп қалды. Катаев Зинур Ризаевич. Сосын мен карате деген школа Шотокан
мода болды ғой кезде, Брус Ли, Ван Дам. Мен ана Шаолинді көріп, Джет Лиді көріп, мен сондай актер болатын дейді. Ана пластика бәрін. Содан бізде каратеға бардық. Мен мамам жұмысынан тастап, мен каратеға апарып ертіп апаратын. Әкем екеуі очередьтен кішкентай кезімнен. Менде черный пояс по карате Өзбекстанда. Содан кейін мен Алматыға келіп, спорт школаға да біраз оқимын, тоже қызық болмай тастап кетемін. Содан кейін не мое. Потому что менде цель киноактер болу. Кішкентай кезімнен Ван Дам фанаты болғанмын мен. Оны айта бермеймін, бірақ енді саған айтып жатырмын. Содан Алматыға келдім, жыладым, тұсалмағанда үлгермедім просто. Кешігіп қалдым, үйінде уже ертерек тапсырады екен, мен оқуды бітіріп келгенімше. Профугл, короче. Сол енді Алматыға басқа университетім, ол да маған көңілден шыққан жоқ, потому что не мое призвание. Сөйтіп жүріп, енді қысқаша айтқанда, анам келді, сосын басқа университетке түсіп, соны бітірдік. Параллельно курстарға қарап жүрдім. Бірақ ол кезде кино жоқ. Мен әкем айтады, әкем өзі композитор, музыкант, өнердің адамымыз. Ол кісі әкем айтып, театрда актер не істейсің? Жұмыс жоқ, съемка жоқ, кино жоқ ол кезде. 95-ші жылдары кино жоқ Алматыда. Знаете, да, может, білесіздер. Түссе де өзіміздің 5-6 актерларымыз бар, үлкен ағаларымыз. Солар түседі. Жастарға, біздің кезіміздегі жастарға нан жоқ. Нан жоқ, массовка. Нан жоқ, тіпті кинода жоқ шығар ол кезде. Групповка, массовка деген жоқ даже. Халықта жағдай жоқ. Мен сонда басқа университет өтіп күнде Қазақфильмге барам, кастинг іздеп барам. Бірінші курста оқып жүріп, мен кастинг іздеп барам. Қай жерде Алматыда кастинг жоқ. Сосын мен ініміз екеуміз Макларен, Ламберти, Гарсия деген модельный агентствоны көреміз. Соған барамыз. Соған барсақ, ол жерде ақшамен оқу төлеті шетелде оқытады екен. Бүйтіп қараймыз да, сөйтіп екеуміз троллейбуске мінеміз. Мен 18 жастамын, інім 17 жаста. Не істейміз? Проект жоқ. Сол кезде бізге Дәулет деген звондайды. Дәулет деген бауырымыз звондайды. Короче, осындай кастинг болып жатыр дейді. Ахан Сатаевтың рекетер, мықты бандит дейді. Сен өтіп кетесің соған дейді маған. Қойшы деймін, адресін аламын да, келеміз ғой. Сөйтіп пробовать отыр екен, тұрамыз, анамнау. И бізді сразу звондайды, келеміз. Ахан аға сразу бізді утверждать етеді ғой. Бірден сол Жасиктің рөліне сізді утверждать. Жасиктің рөліне мен негізі алған. Бірден алды. Інімді Байжик інім болып ойнайтын. Бірақ по каким-то обстоятельствам екеумізді орнымыз ауысып кететін себебі мен сол Байжикті мен ойнағым келді. Інімнен қызғандым да, сол рөлді маған берші дедім да, сен мына рөлді ойнашы дедім. Інім айтады, жоқ сен давай, сен мен мынаны. Сөйтіп екеуміз келісеміз да, екеуміз рөлді ауыстырып аламыз. Режиссер біле ме, білмеймін, бірақ сондай бір жағдай болды, бірақ мен рөлді ауыстырып жібердім өзім қалауым бойынша. Сол рөл маған больше по душе болды да. Бірақ Жасикті негізі мен ойнауым керек болған басынан, ағасы болып. Мен негізі өмірде де ағасымын. Ахан Сатаев сол айтты. Бірақ біздер басында тұрған кезде біз ойнамаймыз, что-то бізді атып кетеді ғой, мынау что-то қысқа рөл деді. Ахан Сатаев айтты, подумайте деді. Мынау яркий рөл сендерге деді. Подумайте деді. Бізге уақыт берді. Біз сыртқа шықтық, ойландық, не істейміз, ойнаймыз. Ойнасақ ойнайық, давай кіреміз да ойнаймыз. Ойнап кеттік. Ал гонорар жағынан қалай? Жасырып болмаса енді. Гонорар жағын ешқашан ешкім айтпайды. Бізде актерларда сондай не бар, конфиденциальность бар. Но шүкір Аллаға, ол кезде ол нормальный ақша болды. Бірақ біздер дайындады. Бақшарлар сақтап кестер ғой сіздерді. Бізден де гонорар сұрайды ғой. Бойдан қанша алдың деп. Ол конфиденциальность қол қоямыз ғой. Потому что Аллаға шүкір ол кезде жеткілікті, әйтеуір Аллаға шүкір. Ахан аға ол молодец кісі, өзі намаз оқиды, жақсы кісі, өте нұры бар. Сөйлескенде де приятно. Всегда сәлемі түзу. Ахан аға рахмет, сол кинодан шықтық. Одан алдын мен киноларға түсіп жүрдім. Групповка бірдеңелер болады ондай. Бірақ массовкада өмірде түспеппін мен. Эпизод. Но бірақ осы рөлден шықтық біздер. Аллаға шүкір. Бәрекелді. Ержан аға, сіздің 532 Сержан Братан деген кинолардан жақсы есте қалды. Сіз лично мен өзім одан басқа да көп киноларға түскенсіз ғой жалпы. Бірақ мен өзім көрген кинолар сол кинолар болды. Мынау сізге көбінесе Менттің образы жақсы келеді екен, сол кинолардан байқағаным. Жалпы сіздің бағыңызды ашқан кино қай кино деп өзіңіз ойлайсыз? Менің бағымда қай кино арқылы сіз халыққа танылып кеткендей болып бір? Ол әлбетте 532 ғой. 532-ден кейін елдің бәрі көшеде танып, қай жерге барсаң да, қоғам ортасында жүрсең де, қай жерде болсаң да, әйтеуір елдің бәрі танып жатады. Содан кейін танығаны бөлек, жаңа актерлық шеберлікке тәнті болып, өздерінің іштегі жаңа ризашылығын білдіріп, рахмет аға, мықты ойнап шықтыңыз деп, полиция қызметкерлері келіп, тура біздің бастығымызды кәдімгідей
айнытпай ойнап шықтыңыз дейді да. Соны ойлаймын, олда да бір Алланың бір сыйы. Содан кейін одан да көп жобаларға түсіп бастадым. Бүгінгі таңға санасам бір 85-тен астам жобаларға түскен екенмін. Ішінде Канн кинофестивалі бар, Сан-Себастьян, Венецианский кинофестиваль. Ішінде бас жүлделерін алған фильмдер бар. Жаңағы «Черный человек», «Бой от бая», «Ұлбосын» деген фильмдер. «Ласковое безразличие мира» деген Канн кинофестивалін шулатқан. Ол Адилхан Ержанов деген режиссер. Соған сол фильмдерді көріп, Ресейдің режиссерлары мені танып бастады. Өздерінің жобаларына шақырып бастады. Ресейдің киноларына да түстіңіз, иә? Рустам Сафиров деген режиссер, «Скиф» деген ең әйгілі фильмі бар. Сол осы Қазақстанға келіп, мистический сериал «Шаман» дегенді түсірді. Сол «Шаманға» қатыстым. Олда да үлкен бір сәт деп ойлаймын, сәттілік. Себебі менімен сахналас болған Москваның әйгілі актрисасы менің келіншегімнің рөлін ойнайды, персонажының. Анна Рыцарева деген актриса Москвадан. Александр Кузнецов, Сергей Гилев деген актерлар ойнады. Сол фильмде менімен қатар Қазақстанның актерлары Нұржан Садыбеков, Нышанбек Жұбанаев сол проектке қатысты. Бәрекелді. Енді екеуіңізге де сұрақ, жалпы жақында мына қазақ фильмде көріп қалдық интернеттен. Бір топ жаңағы актерлар көтеріліске шыққан ба, жаңағында енді жолды жабамыз деп, бізге айлық төлемегеніне пәленбай уақыт болды, азамат сатып алды, жұмыстан кетсін деген сияқты сыбыстар шығыпты. Жалпы Азамат ағамызды өз басым құрметтеймін, бірақ енді бұндай жағдай не себепті болды деп ойлайсыздар өздеріңіз? Және Азамат ағамыздың бұл орын, жалпы қазақ фильмінің басшылығындағы орын, ол кісінің абыройын көтеруден бұрын түсіріп жатқан жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Былай ғой, жасыратын несі бар, оны халық та біледі. Қазақстанның кинематографын зерттеп келе жатқан сарапшылар да көп. Жалпы қалай айтсам болады. Мысалы, Арман Асенов алайық. Олда да президент болды Қазақфильм. Көп отырған жоқ. Өтірік айтпасам, 1-2 жыл отырып, ол кетті. Артынан Ахан Қарғанбайұлы келді, Сатаев. Олда да 1-2 жыл отырып, көп отырған жоқ. Ол да кетті. Оның артынан Азамат келді. Азаматта да жұмысқа келе салысымен артынан жаңағы әңгімелер бастап мәждеп, бір стоянка жасады дейді, анау жасады, бүйтті сөйтті дейді. Сол мен ойлаймын, кейгілер мысалы сол қызметке біреуді тағайындап жатса, іштен ойлайтын, ай осы біздің сол бір өзіміздің қоғамымыздың бір дерті деп ойлаймын, біздің қазаққа топырақ, бүкіл қазақ еліне топырақ шашпай ақ қойын, бірақ бізде іштарлық, көре алмаушылық деген бар, аяқтан шалу деген бар. Сол себептен ол бір, екіншіден расында да ол проблема бар. Қаражат мәселесі өте қазір қиын болып тұр. Расында да айлық алмапты, 2 айдан бір. Ол сөзіңіз аузыңызда. Жалпы қазақ фильм мемлекеттік мекеме емес, оған мемлекеттен бөлінеді ғой ақша, айлықтары, или былай спонсорлар бөле ма жалпы? Сұрағыңыз орынды. Менде де сол қазақ фильмнің жобасына қатыстым, Капитан Байтасов деген. Менде де әлі гонорарды әлі алған жоқпын. Съемочный группаны ешқайсысы алған жоқ. Мен қазірде де осы жаққа келе жатқан кезде кастинг директормен WhatsApp-пен хат жазып болған. Осы не болып жатыр? Қашанға дейін осы беспредел бітеді. Сол менің естуімше біздің мемлекеттік қазынада ақша жоқ дейді. Себебі ақшаның бәрі батысқа кетіп қалды дейді. Анау наводнение, су тасқынына, сол киноның қандай қатысы бар деймін оған? Бюджетте ақша жоқ дейді. Минкультураға ақша ауыспады, аударылмады. Сол себептен ол Минкультурадан ақша бөлінеді дейді. Сол енді қазақ фильм, мен ойлаймын, Азаматтың да тікелей кінәсі жоқ ау деп ойлаймын.
себебі өз қалтасынан бермейді ғой ол. жоқ, бар болса неге бере салмасқа? Оған зачем осындай бір резонанс керек? Оған керек емес. Мысалы, мен ойлаймын, любой адам бірінші біреуді талқылаудың орнына өзін сол орынға қою керек. Мысалы, мен президент болайын, мен өзім қарамағымда жұмыс істеп жатқан адамдарға жалақысын төлемесем, ертең ол әрине алаңға шығады, көшені жабамыз деп шығады. Өйткені кому это нравится? Сол ойлап отырмын да, енді азамат оны әти істеп жатқан жоқ. Бәлкім оның ресурстар жетпей жатыр. Бір административный жаңағы бір нелер, кнопкалар жетпей жатыр, чтобы Минкультурадан ақша бөлініп беретіндей. Мен өйткені жазам, айтам кімге, жаңағы Құралайға да, Айымгүлге де, продюсерға, не болып кетті, ақшам қашан бересіңдер? Жарайды, бізде де бала-шаға бар, семья бар, несиелер бар. Оның бәрін қалай өтейміз? Бала-шағамызды кешіріңдер, анау қазынада ақша жоқ екен, бірдеңе күн көре тұрайық деп сөйтіп не қылмайсың ғой, енді оларда да кінәлі емес. Вот өте қиын жағдай қазір қазақ фильмінде. Мен соны сізден қазір естіп жатырмын, сіз айтып жатсыз, анау көшені жабамыз деп, не қыламыз деп. Біз соны оқып қалдым. Әке, сіз қалай ойлайсыз? Мен негізі Азаматты как актер ретінде құрметтеймін. Театрлардың спектакльдарында былай көрдім. Өмірде, мысалы, мен 22 жыл кинода жүрсем, Азаматпен бір киноға бірге түспеппін. Бір даже шай ішпеппін дастан. Былай танымаймын дейсіз ғой, былай жақын. Жақын танымын, амандасамыз съемкада, ассалаумағалейкум, әке дейді. Бірақ бір шай ішкен жоқпыз енді, Аллах куә. Енді білмеймін, жақсы талантты актер деп мойындаймын. Талантына оның тән жоқ. Енді жұмысын істеп жатыр ғой, енді ол жақта мен, мысалы, мен өзімді қойсам, мен актермын ғой, мысалы, кино түсіп, соны өзім қолымнан келген істеймін да. Білмеген кейін, танымаған кейін, ештеңе көрмегеннен кейін мен айта алмаймын да, былай деп. Мен өзім сондай тәрбиеленгенмін. Енді Азаматқа сәттілік тілеймін. Азамат енді не десе де интервьюларында айтып жүр ғой, кино түсіру керек, анау. Сол мен өзім ойымда сондай. Қазақтың киносын дамыту керек. Бір ғана арманым бар. Неге біздің қазақтың киноларын шетелге гладиаторлар біз көреміз ғой. Менің арманым біздің киноларды американецтер болсын, бүкіл әлем қазақтың мынандай батырлар бар екен, сондай тарихи кинолар шығарса, 100 миллион долларлық бюджеттермен түсіреді олар неше түрлі. Бізде де сондай батырларымыз Қабанбай, Бөген, бізде қазақ батырға бай елміз. Мен өзінде батырсың, современный хас батыр. Әрқайсымыз тұлғамыз. Сен де, мен де деген қазақтың бәрі біз киелі халықпыз. Сондай тарихи кино түсірсе деп армандаймын. Әр жыл бір 10 шақты, 5 шақты болсын, хотя бы жылына екі батырымыз көрсетіп отырсақ, әдемілеп, режиссерлар бар, Ақан Сатаевтың өзі қандай керемет түсіреді. Просто қаражатта келіп тіреледі де бәрі нәрсе. Потому что кино түсіру, мысалы біздің кинолар жаңа Ерекең білетіндей $1 миллион, $2 миллион ары кетсе потолок частный ақшаға бір кино түсіреді де, амал жоқтан комедия түсіреді. Соны өтетін, енді ақтау керек қой ақшаны, бизнесмендер ақша төгеді. Былай, егер біз грандиозный кино түсіруіміздің бізге 30-50 миллион аз, өйткені массовка, графика. Мысалы, американецтер любой бюджетін қарашы, средний бюджет $100-150 миллион, одан көп болмаса. Бізде $1 миллион мысалы түсіріп жатырмыз, бүкіл киноны, қанша команда, оның жұмысы бар, олар да семьясын бағады. $1 миллион ол жақты бір американский средний звезда, бір гонорар просто. Қалай ол? Көрдің ба? Бізге сол кино, спорт, өзің білесің, ол біздің лицомыз. Өнерге қарап, спортқа қарап, киноға қарап бізді бағалайды, бүкіл әлем мойындайды. Сен киноға қарап, туристер келеді, ол деген керемет продвижение, имидж страны дейді ғой. Мысалы, сол үшін біз киноны, спортты қолдасақ, батырларымызды көрсетсек, әртүрлі жанр, не только комедия там, бір руслада комедия екен, күлдіртсек адамдар өтеді. Өзімізге ғана внутренний рынокқа өтіп жатыр да. Андай ататын жақсы кино, мынау біздің Қабанбай батырымыз қалай түсірсек болады? Осы жайлы міне как раз $100 миллион Қабанбай батыр кешіресің да. Анау Македонский киносы бар ғой, Дүйерский атты. Бізде сөйтіп Қабанбай батырымызды мощный қылып, неге түсірмеске да? Мощный қылып, бүкіл әлем о деп антан қалады да. И бізге о Қазақстан ел, о very good. Біз до сих пор спортта Головкинді біледі. Мысалы да, Қазақстан десең Головкинді біледі. Ол аз. Бізге именно киноны айту, о Қабанбай батыр десе, Қазақстан о Қабанбай батыр, о деп арман да. Сол жаңа Қабанбай батырымыз келіп, еліміз сол Қабанбай батырдың туған жеріне келсе, менің арманым сол. Осы киноға қарап келсе, вот сол бір тілерім, қазақтың киносы дами берсін, қазақтың киносы жасасын. Кім болса да қазақтың киносын көтеруге жаңағы қолын үлесін қосса, соған Аллах тағала береке берсін деп тілеймін. Тек қана жақсылық. Осы жайлы именно сұрақ болып отыр. Міне Ержан аға өзіңізге қойын. Қазіргі күндері елімізде өте көп кинолар түсіріліп жатыр. Енді өтетіні бар, ішінде өтпейтіні бар, енді ұятсыздары бар.
мән мағынасыз комедиялар көбейіп кетті. Шыны керек, енді кейбір киноларға барасың, билет алып, бірақ бір көңіл күйің түсіп шығады да. Түсінеміз, кино түсіру оңай емес. Мен өзім кино түсіріп көрген адам емеспін, бірақ дегенмен шынайылық жетіспейтін сияқты менің ойымша. Сіз қалай ойлайсыз? Қазір қазақ киносына не жетпейді? Қазақ киносында қазір енді қалай айтсам болады. Мысалы, өте серьезный фильмдер, өте былай кәдімгі комедиядан бөлек серьезный фильмдер көбінесе касса жинамайды екен, соны байқайды. Неліктен комедия түсіреді? Комедиялар өтеді. Ол біздің менталитетке де байланысты шығар. Біздің халық бәлкім, мысалы, көбісі қазір қатты терең ойланғысы келмейді, бәлкім. И так та өздерінің проблемалары жетеді, шаршап жүрген адамдар, олар барып тағы да бір мұңды нәрсені көрсе, одан сайын күйзеліске кетіп қалам ба деп, солар көбінесе көретіндері жаңағы комедия, кіретті бір попкорн алып, ахаха деп бір күліп шығады. Содан екінші рет барасың ба десе, уже бармайды. А менің ойымша, кино түсіргеннен кейін оны бір көргеннен кейін екінші рет көргің келетіндей сондай фильм түсіру керек. Екінші рет көрген, үшінші рет барып тағы да бір көргің келетіндей, сондай бір сүйсініп көретіндей кино түсіру керек деп ойлаймын. Ол бір. Екіншіден, енді оның бәрі не үшін жасап жатыр комедияны? Өйткені кәдімгі конъюнктура деген нәрсе бар, коммерция деген бар. Әркім өзінің пайдасын ойлап жатыр қазір. Мысалы, 100 миллион теңгедей бюджет сондай фильм түсіреді. Содан бір миллиардтай шықса, соның бөлетін ақшасы бар, кинотеатрға береді, өзінің пайдасын ойлап жүрген көп. Көбінесе қазір комедия жанрына қатты бет бұрып сол жаққа кетіп қалды. Ол бір жағынан, енді олар неліктен комедия түсіреді? Потому что олар рынокты зерттейді, нарықты зерттейді. Но кассадан өтімді фильмдер қандай? Соған қарайды да солардың аналықтарын түсіргісі келеді. Ал жалпы сенің айтқан жаңағы ол нағыз ақиқат. Ішің ашып, кәдімгідей көңілің тоймай шығатын фильмдер бар. Ешқандай жаңағы ой тудыратындай, бір ой салатындай ондай фильмдер өте аз. Мысалы, жақында қырғыздар түсірді, Пейш деген фильмді. 2 миллиардтай касса жинады. Елдің бәрі барып, өздері үшін біраз бүйтіп ой салатындай, енді сюжеті де жақсы, сценарий де жақсы. Былай қарасаң, енді операторский, режиссерский жұмыстары кішкене кей жерлері құрамайды, но просто халыққа ол жақты сол фильм. Себебі шешесін апарып, меккеге жаяу барып, кішкене жаңағы есі жетпейтін бір кішкене не да жаңағы ойлау қабілеті жағынан кішкене кемдеу, енді ауру бала ғой, үлкен кісі, бірақ өзі миы кішкене дамымай қалғанда, бірақ есінде сақтап қалған екен да, жәннаттың жаңағы несі, жәннатқа кіру жаңағы жолы, ол шешеңді апарсаң пейішке жаяу, меккеге де. Сөйтіп меккеге жаяу. Жоқ, сен оған бизнесмендер жүр, самолетпен барайық десе, жоқ, мен жаяу бару керекпін деп. Сол қаншама жолда қиыншылықтың бәрін кешіп, сол барып, сол қайтарда соң жаңағы бизнесмендер жүр енді болдың ғой, енді ақыры шешеңнің жаңағы несін жасадың, жаңағы аманатын орындадың, енді қайта берейік десе, жоқ, мен телешканы апарып беру керек, өйткені көрші балам айтқан, қайтармасаң таяқ жейсің деп. Сөйтіп сонда қиналып келген жолмен қайтадан қазір қайтады. Өйткені жол жөнекей минный поле бар, миналар жарылып жатады, жаңағы Сирияның үстінен өтеді, қаншама қиыншылық. Соның бәрінен қарамастан жаңағы өзінің сөзіне беріктігін көрсетеді да, адам, ер азамат қандай болу керек. Айтты ма, сол сөзіне берік болып, сөзінде тұру керек. Сондай бір месседж сондай да фильмі. Вот Пейш солай, ол өтті мысалы. Дәстүр деген фильм өтті. Олда да бір 2 миллиардтай ақша жинады. Біздің қазақтың киноларында мысалы мен өз басым хит болып саналатын кинолардың бірі Рэкетир, міне. Одан кейін Жау жүрек мың бала. Енді Жау жүрек мың бала да сол бір қазақтың бір рухы түсіп жүрген кездерде шыққан кино деймін, бір рухты көтерді. Өз басым кинотеатрдан 3 рет көрдім. Мен көріп жыладым, жылап шыққан көзімнен. Біз аншлаг болды, біз барған кезде студент кезім еді. Сол кезде шықты ол кино. Ақан Сатаев. Одан кейін жақсы кинолар жалпы көп шығып жатыр, бірақ жаңағындай киноларда мән мағынасы киноларда бар да арасында. Енді Мәке
жақында өзіңіз де кино түсірейін деп жатыр екенсіз. Жалпы енді қой не мағына жайлы киноңыз кішігірім енді былай енді көп нәрсені айтқыңыз келмейтін шығар, жасырын шығар енді, бірақ дегенмен көрермендерге қызық болар бәлкім. Кішігірім айта кетсеңіз. Жаңа сен сұрадың ғой жаңа киноға. Мен өзім премьераларға көп барам ғой. Бәріне бармасам да әйтеуір зерттеймін де, анализ жасаймын. Мынау көрерменде отырғанда мен бірінші зрительдердің реакциясын аңдып отырамын. Біздің қазақтың киносында комедия өтеді дейді ғой, неге? Залда күлкілеу басылады. Байқайсың, попкорн, неяқтан. Сол неғұрлым адам көп күлсе, реакция көп болса, сол кино өтеді деген сөз. К сожалению или к счастью, комедияны түсіріп жатқандарға ол бақыт шығар. Бірақ ол жерде комедияның жаңағы черный юморлары көп тығады бізде. Өйткені онсыз болмайды қазір. Мен сценаристермен сөйлесем, обязательно черный юмор. Жаңағы боғауыз сөздер болу керек. Такой грамотная подача. Бірақ олардың несі бір кемшілігі, сценаристердің болсын, режиссерлардың болсын, жас балдар барады ғой киноға. Қазақтың, мен қызым мен балам қазақтың киносына, комедиясына барады. Сөйтіп, ол барғанда анау бір кішінде арасында бір жаман сөздер өтіп кетеді ғой енді. Бәріңіз көріп жүрсіздер. Сол жері ғана мені не қылады да. Былай енді оны сценарист айтасың, былай боқтатқызбай, былай кішкене нормально қылып, онда өтпейді, брат дейді. Ракеттердағы Руслан Шахмет қазір бар. Өтін айрам деп. Соны енді мысалы балдар көреді. Между прочим, сол ракеттерден басталды сол. Оның бір минусы ол жерде боғауыздың несі. Балдар көреді да, это нормально деп ойлайды да. Жоқ, андай бір жағынан енді шынайылық. Өмірде мысалы өзіміз за рулем кетіп барады да, кейде ауыздан шығып кетеді ғой енді. Пенде болғаннан кейін бәріміз енді идеальный емеспіз ғой. Бірақ енді андай ол боқтықсыз жарайды. Боқтықсыз жарайды. Бірақ анау енді ерлі-зайыптылардың арасындағы, қыз бен жігіттің арасындағы жаңағы жағдайлар, ұятсыз жағдайлар, сол жағдайларды көрсететін болып баратыр да. Сол нәрсе біздің қоғамға мысалы жасөспірімдерге бірінші кезекте өзінің жаңағы кері әсерін тигізеді деп ойлаймын. Өйткені біз қашан біздің қазақтың қыздары ондай болып жүрді? Қашан біздің қазақтың жігіттері елдің алдында сүйісіп жүрді? Мен мысалы өз басым көшеде сүйісіп тұрған қазақтың жас балаларды көрсем, ұрысып тастаймын. Не мынау? Не сұмдық мыналарың? Деп жаңағында айтып. Енді мен Совет өкіметінде оқыдым ғой. Мектепте сол кезде өзім, сол кезде кішкентай болған кезде мен Шоқан деген одноклассникім болды, бір айтайын. Сол кезде мен бір-ақ рет боқтағам төбелескен кезде. Мектеп баламыз ғой, здоровый борец болатын. Шошқа дейтін кличкасы. Көз көрсе өзі көреді, таниды өзін, Алматыда жүр. Сонда екеуміз ерегіскен кезде Шошқа дегенмін да, короче. Сол сөзім үшін мен директор құлағымнан тартып выговор жасап, мектептен қуып жібереміз, 23-ші специальный колонияға барасын деп тәрбие көргенбіз да біздер. Сондай боғауызды боқтама деген біз сөйтіп үйреткен, білмеймін қалай. И мен үшін енді как-то мынау қазіргі болып жатқан қазіргі дүниеде мен түсінемін енді қазіргі может тренд дей ма, но сондай көбейіп кеткені маған лично мен өзіме ұнамайды да. Сіздің енді киноңыз жайлы айтасыз ба? Мен кино жайлы айтпайсыз ба? Иә, соны бәрін көріп тұрып, мен қазір өтетін, өтпейтін дейді ғой, жаңағы бір идея туды, аяқ астынан ол идея бір 3 апта бұрын пайда болды. Жаңағы «Прости, доча», рабочий название дейді ғой. «Мститель» екі названиесі бар. Жаңағы 90-шы жылдардағы сюжеті отырып шыққан жігіт, сол жігіт бір ошибка бойынша кетті. Бірақ 10-15 жылдан кейін уже келсе, заман өзгерген, басқаша болған, әйелі уже үйленген, қыз өсіп қалған, әйелі мен ажырасып кеткен, жалғыз анасы қайтыс болған. И сол жігіт енді қазір не істейді қазір заманда, потому что ол кездің понятиясы басқа болды, қазір технология дамыған заман, ол кезде сотқа... Сержан Братан сияқты дейсіз ғой, примерно анау. Жоқ, ол жерде комедия емес. Комедия, бірақ типа несі сол сияқты ғой. Да, сол заманның адамы, сол примерно сондай енді шет жағын айтайын. Сол заманның адамы қазір заманда өзін таба алмай, амал жоқтан баяғы ауылына барып, қойшы болып жұмыс істейді бір досына, бір жағдай жақсы, дамып кеткен досының. Соның қойын бағып жүріп, сөйтіп жүргенде бір суық хабар естіледі. Бүкіл киноны айтып қойдым ғой. Сол суық хабар естігеннен кейін... Айтпаңыз онда. Ары қарай... Айтпаңыз, кім жайлы айтпаңыз. Не суық хабар екен айтпаңыз. Бұл енді коммерческий проект. Менде осындай бір 5-6 идеялар бар. Оны айта берсең қазір идея... Болды, айтпаңыз. Осы киноны түсіруге аяқ астынан мен просто жаңағы киноларды көрдім. Халық қазір халыққа
новый бір неге керек сияқты. Иә. Потому что бір неме Бір толқынмен кетіп бір барады. толқынмен кетіп баратса, оның бір шегі болады любой нәрсенің. Даже сен мысалы бір күшті дейсің, мына закон физики ғой, подъем болады и спад резко кетеді. Соның бір спадтың уақытысында осыны бір идеяны бір тығып жіберсек свежий идея. Пейіште мысалы келді да жарып жіберді ғой, ішінде бүкіл жанр бар. Күлесің де, жылайсың да, приключенческий бар, роуд муви деген бар, бүкіл не жанрлар қосылған микс та. Да. Қалай ойлайсыз енді өзіңіз осы киноңыз хит болады деп ойлайсыз ба? Оны енді менің идеям былай тұрғанымен, оның режиссер Төребек Орын, Қарағандының режиссері, мықты жігіт өзі. Сол идеяны айтқан кезде Алматыға келіп қалды, өзі балдардың чемпионаты, өзі боксер, мастер спорта, балдар чемпион Қазақстана. Кездесіп чай ішіп отырдық та, Маке, қалай что там, не істейміз? Сол кезде мен идея айтсам, мынаны түсірейік дейді. Қаражат анау қазір спонсор енді іздеу керек десем, жоқ, мен өзім табам анау. Бірақ жарнама жағын енді бірге іздейік деді. Бізге қазір съемкаға, постпродакшнсқа бәріне уже келісіп жатыр. Бұйыртсам 21-мен жол шығайын деп жатырмын, Алласы қараңыз. Съемка 22-сіне басталайын деп жатыр. Енді бірақ бізге жарнама жағын бәрі аяқ астынан бір айдың ішінде болған екен, біз көп адамдармен кездесіп едік, үлгерген жоқпыз. Реклама жағынан бізде қазір еще пока келіскен жоқпыз. Оны киноның идеяны алдық, бұны түсіреміз дедік. Идея өтетін идея болып тұр да, бұл халыққа шықса, бұны түсіргенге байланысты. Бірақ бұл уровень пейіш сияқты болатын кино. Егер бұны әдемілеп түсіріп, музыкальный подачасымен халыққа жеткізетін білсек, и еще реклама, главный двигатель торговли реклама. Рекламасыз халық білмейді, а реклама это дорогое удовольствие. Енді сол реклама жағынан пока біз сөйлескен жоқпыз, пока спонсорларды енді бастайын ба сөйлесіп іздеп ұсыныс. Оны кішкене мен продюсер жағынан кішкене мықты емеспін. Бізді көріп отырған кәсіпкерлер болса, осы подкастымызды міне жақсы кино түсіруге спонсор болам десеңіздер, Мәкеңнің киносына спонсор болыңыздар, өте жақсы туынды болады. Сіздердің түсірілген туындыларыңыз тарихта қалатын кино болатынына мен кәміл сеніп айтамын. Өйткені Мәкеңнің жаңағы ұсынысын режиссер дедіңіз ба? Режиссер мырза бірден Төребек деген ағамыз бірден қолдап отыр екен. Ол бекер емес деп ойлаймын. Иә, мен мынау қазір кішкене мынау идея аш адамға келеді дейді ғой. Мен осы данный моментте қазір соңғы жылдар мына киноларға көп ұсыныс, білмеймін қалай болып жатқанын, білмеймін. Мен осы кезде именно өзім кино түсіргім келіп жүр осы жылы. Мына көп бір-екі сериалдар болды, шашыңызды алып, сақалыңызды алыңыз. Мен енді имиджді өзгерткім келмейді. Просто осы өзім кинома осы имидж сақтап отырған сияқтымын. И содан мен қазір бәрібір жас кезіңіздегі образыңызға сақалыңызды алу керек болады ғой. Енді оған аламыз. Енді өзім кином үшін аламын ғой, бірақ ана просто қазір кеше бір жоба шықты, мысалы кешеден алын шықты. Бірақ олар кішігірім гонорарлар қазір кішкене майдаланып кеткен да, и ажеге бетін таға бергім келмейді шыны керек. Оған көп ондай коллегалар ренжімесін. Мысалы, просто мен өзім бүкіл вниманием қазір өзім проектімде. Потому что мен өзім проектім кірген кезде басқа ұсыныстар. Менікі закон подлости ғой. Өзім проект или бірдеңе істейін деп жатқан кезде обязательно параллельно бірдеңе шығады. Ұсыныстар. Өмірдің несі ғой сол. Иә, мен енді ана жақта балалар дайындалып жатыр, мен жақта уже бір жоба шықты, жақсы жоба шықты. 23-нен бастап съемка дейді. А мен уже келісіп қойдым, уже кетуім керек. Сол үшін коллегалар ренжімеңдер. Сәттілік тілеймін. Ереге, рахмет иншалла. Ержан аға, сізде қандай жаңалықтар бар жалпы кино әлемінде? Жақында киноға түсіп жатсыз ба қазір жалпы? Өзіңіз кино түсірейін деп жатсыз ба? Сол сұрақ. Менің де ішінде жаңағы болып жатқан осындай сезім, бірде менде де бір наз бар. Менде де осындай бір керемет фильм түсіргім келеді. Өзімде дайын сюжетім тұр. Ол жерде драма криминальная, ішінде романтика да бар, махаббатты да қосқан, трагедия да бар, бәрі бар ішінде. Расында да сюжет өмірден алынған, біздің қазақтың рухына өте жағымды, себебі ол жерде қайсар мінезде бар жаңа персонажда, өзінің туысқандарының, өзінің жаңағы бауырлар үшін аяғына дейін баратындай сондай персонаж бар. Ол арасында еще бір непонятный разборкада бір қыздың жаңа намысын қорлап жатқан адамның сөзбен қорлап жатқанын естіп, сол қыздың намысын қорғаймын деп өзі абайсыздықтан біреуді өлтіріп қояды, сөйтіп амал жоқтан сол өзі
қашуға тура келеді, қашып барып Қырғызстанның шекарасынан өтеді, өзі раненый болып. Сөйтіп өтіп бара жатқан кезде сознание теряет, сол арықтан ар жағынан жаңағы бір жарықтарды көреді де құлап қалады. Сол жарықтарға, короче, алыстан бір иттер үріп бастайды, бір фазенді екен айдаладағы тұрған. Сөйтіп сол жерден жаңағы Ерболат Тоғызақов бар ғой, шалдың рөлін ойнаған атамыз. Сол кім ей деп, қасқырлар ма деп, төбеттер жүгіріп барған кезде жаңағы біздің персонаж жатады, қансырап. Содан кейін оны алып келіп өзі потихоньку емдейді. В общем, өте мықты сондай жасайын деп жатырмын. Оның ішінде криминальный авторитеті Өзбекстанның жаңағылары бар. Соның бәрін айналдырып. Өзіңіз кім боласыз? Мен болмайды. Мен болмаймын. Мен өзім бір сол жаңағы анау қаза болған, разборкада болған, қаза болған баланың әкесімін, олигархпын. Өзіңіз басты рөлдесіз ғой, Мен эпизодическая роль. Басты рөлде емеспін. Басты рөлде жаңа бала бола ма? Жоқ, жаңа бала болады. Сол мен баламды өлтіргеннен кейін мен жаңа өзім торпедаларын бәрін айтамын, қалай болсаңдар да тірі ма, өлі ма, алып келіңдер алдыма деймін ғой соны. Сол менің жаңағы бандиттердің бәрі сол іздейді жаңағы жігітті. Ол жігіттің үйіне барады, үйінде шешесін бейшара телевизордан қараса, қара БМВлар ары бері жүріп, түсінеді, сол баласының артынан жүрген, баласына хабарласаңыз телефоны сөндірілді, өлі ме, тірі ме білмейді. Магазинге барайын десе, постоянно біреулер аңдып отырады. Сондай күйзелісте жүрген жағдайды көрсетеміз. Сонымен ол жаңағы шал акасы, непростой шал кезінде Афганда болған екен, сол Афганда жүріп, бір өзбекті засададан шығарып, сөйтіп құтқарып қалады. Ол өзбегін кейін андай вор в законе, Гафур сияқты, Салим сияқты сондайлар. Полно айтып қойдыңыз ғой кинода. Жоқ, мен оны не үшін айтып жатырмын, біздің сондай идея бар. Егер сондай кәсіпкерлер болса, мен дайынмын, осындай инвестициялар дайын тұр, қаражат бар, қомақты қаражат, давай түсірейік деген ой болса, түсірейік. Сосын мен бірдеңе айтып кетейін. Жаңа басты рөлді өзім ойнаймын. Мен 22 жылда бір рет болса да главный рөл ойнамаппын. Мынандай кішігірім короткометражды ойнадым. Но мынандай яркий сериалдар болсын, сол қызығы. И Қазақстанда, қазақ киносының тарихында осы ғасырлық тарихи историясы бар ғой. Менен көп злодейді ойнаған адам жоқ екен. Біздің бутикті жарнамалауда Мәкең қазір соңғы күндері Гранд Паркта менің жалпы бутигім бар. 12-ші блок, В линия, 18-ші бутик. Айдос бренд деген дүкен. Сол дүкенімізде Мәкең бізге келіп көмектесіп. Мен атынан скидка бар. Жарнамалап жүрді. Мәкеңнің атынан келсеңіздер скидка. Инстаграм парақшасына үнемі біздің дүкенімізді амбассадор деп айтсаң. Амбассадор үнемі жарнамалап жүреді жалпы. Мәкең, Алла разы болсын. Амин, Алла разы болсын. Мен Инстаграм Марат Абдуллаев болған, уже 3-ші рет взлом жасады, 1 жыл болды. Мара Абдуллаев болып кетті. Бұрын жақсы подписчиктер болған. Қазір енді кішкене 1 жыл болды, мынаны дамыту уақыт жоқ, енді қазір стараемся. Одан бөлек жаңа кино туралы айтайын деген ғой. Өзің главный рөлде неге ойнайсың деген сияқты әңгімелер сұрақ туындауы мүмкін да. Бұл жерде мен айттым режиссерға, давай мен эпизод ойнайын, анау Атморозовты мен ойнай салайын, как жоқ дейді, мына сенің рөлің дейді, Төреш айтады. Сценарист Дәулет Елтай, Төребек Орын, продюсер Сағидолла деген жігіт, тоже Астананың жігіті. В общем, айтайын дегенім, кастинг жасады. Менің 25 жас кезім, 20 жас мен. И бұл жерде табылмай жатыр актер. Сонда амал жоқ, таба алмасақ өзім ойнайтын болып жатырмын. Өйткені былай қарасаң, Сакеңді да көрдік, Саят Есенбаевты былай шет жағасынан қарадық та, типажы келеді, бірақ білмеймін, что-то режиссер айтады, сен өзің ойнашы дейді, рөл дейді. Соны айтайын дегенім, 22 жылдағы тұңғыш рөлімді өзім ойнайын деп жатырмын. Хит болсын. Амин. Сол енді 22 жылдағы кино осы ең өмірдегі кинода 22 жыл өмірімді, жарты өмірім киноға кетіпті, кино өнеріне. Сол өзім киномды өзім жемістің жейтін сәт туды. Амин. Сол 22 жылда тұңғыш алғашқы рөлім осы болады деп, енді Алла қаласа Төреш бәрін көріп отырсыңдар. Сәттілік. Ал Айдос, жаңа сен қойған сұрағыңа тағы да ары қарай жалғастырып кетейін. Жаңа Марат бауырым бүйтіп арасында кіріп кетті. Мен анау жақында Капитан Байтасов деген толықметрлі көркем фильмге түстім. Ол Таразда болған, расында да болған оқиғаның негізінде Байтасов деген полиция қызметкері, Капитан Байтасов, ерлік жасаған, өзінің өмірін қиып, террористтің үстіне секіріп,
өзін жауып қалып, сол өзі де қаза болды, террорист те қаза болды. Сол кісінің ерлігі жайлы толық метрлі көркем фильм түсірді, қазақ фильм. Режиссер Дәурен Қамшыбаев, басты рөлде Азамат Сатыбалды болды. Қазақстанның ең мықты актерларын жинады. Еркебұлан Даиров бар, Асан Мажит бар, Фариза Ескермесова. В общем, каст өте мықты болды ол жерде. Лаура Мырзахмет Бақыт деген фильмде басты рөлде болған. Соны аяқтадым да Шырмауық деген фильмге түстім. Олда да Алла қаласа үлкен фестивальдарға ұсынылады. Режиссер Азамат Шарғын, ол бірінші дебюті режиссер ретінде. Енді қазір дайындалып жатқан проект екі жоба. Біреуі Рустем Жанаманов, біздің әйгілі актеріміз, недегі Келінжандағы Қылышбек. Ол қазір өзінің киносын түсіріп жатыр. Ең басында пилотный названиясы аты Токмен болған, қазір болса өзгертті, Мен сені сағындым деген фильм. Ол жерде де мықты каст, өте мықты актерлардың бәрін жинады. Соған түсейін деп жатырмын, енді жақында басталады. Оған қосымша тағы да бір жоба, ол біздің Америкада жасап жатқан бизнесменіміз бар. Сол кісі мықты проект түсірейін деп жатыр, түсіргелі жатыр. Сол жақында барып кастингке қатысып, сол кастингтан өтіп, мені бекітті. Енді режиссер Америкадан, Шерзод Шахалилов деген режиссер. Өзбек, бірақ Америкада тұрады. Американский өзбек. Келіп таныстық, екеуміз айтты, Ереке, сізді уже изначально бекітіп қойған, просто сізге осындай секрет айтып. Сондай мықты кино түсірейін деп жатырмыз. Алла қаласа. Хит болсын. Сізге жалпы жаңа осы бағана айттым ғой, менттің рөлін ойнаған көбінесе жарасады да, байқаған анда бір майорлардың, бір менттердің басшылығын. Жалпы осы метавской өмірге бір қатысыңыз бар ма? Оқуын оқыдыңыз ба, әлде бір жұмыс істемедіңіз ба? Мен мамандығым заңгер. Бар екен ғой. Иә, заңгер. Содан кейін әуе десант әскерлерінде әскери борышымды атқарғам. Одан кейін органда жұмыс істедім, тергеу органдарында. Бәсе. Мықты келтіретін сол екен. В основном сол полковниктардан ойлаймын, руководительдерді. Ал ағалар, менде мынандай сұрақ, кез келген, маған келген қонаққа қоя алатын сұрақ, өмірден өткен ең қиын жағдай қандай болды? Ол жағдайдан қалай шықтың? Жаңағы бірінші өзіңіз айтсаңыз, одан әкең. Қандай қиын жағдай болды, ол сәттен қалай шыға білдіңіз, кімдер себепкер болды? Жалпы осындайға душар болған адамдарға, қиыншылыққа душар болған адамдар әртүрлі салада, әртүрлі ситуацияда қандай ақыл кеңес айтасыз? Осы бір ауыздан айтып кетсеңіз. Жалпы менің өте орынды сұрақ. Жалпы менің өмірімде қазіргі жағдай сол нағыз қиыншылықтың кезі. Мен ешкімге білдіртпеймін. Үнемі мені кинодан көреді, Инстаграм парақшасында көреді. Мен үнемі суретке түскенде күліп түсемін. Соны көре алмайтын бір жайтып кеттім. Штар адамдар, братан, не болды? Тісіңді ақситып қайта-қайта суретке күліп түсе бересің ғой деп сөйтіп жазатындарға мен айттым. Мен жылап түссем саған жақсы бола ма дедім. Бір керемет әсер аласың одан дедім. Какая разница? Ұнамай ма саған менің? Мен саған тұлға ретінде ұнамасам, алда бүйтіп телефонда алда бүйтіп свайп етеді, өзіңе ұнайтын бір тұлғаны тауып ал да, løпілдеріңді аямай ұра бер деп сөйтіп жазып жіберген мен. Ал былай бүйтіп жасыратын несі бар? Мен күнделікті өмірдің өзі кәдімгі күрес. Қиыншылықпен проблемалары бар, финансовый жағдайлар. Мысалы, енді әркімді айтып жатпаймын ғой. Көбісі көрермендер мысалы кинодан бейхабар адамдар ойлайды, ой, актерлар бай тұрасыңдар, бүйтесіңдер, шіреніп жүресіңдер, не қылып жүресіңдер деп. Соның бәрін жазады, сөйтіп мен ойлаймын да, айналайын, сен менің кәдімгі жүрген жолымды көрсең, отырып өкіріп тұрып жылайсың. Мен қандай қиыншылықтарды көрдім. Мен күзетші болып та жұмыс істегенмін, охранник болып, кәдімгі простой, имея за плечами высшее образование, юридическое, таразда тергеуші болып істеп жүрген адам, Алматыға келіп ешқандай танысым да жоқ, көкем де жоқ.
кәдімгідей бардым да күзетші болып 32 мың теңгеге ана метро білесің ғой ана Абаева мен сол жерге метроға кіргеніме қуандым. Алса екен ғой деп. Өйткені 32 мың теңге маған сол жалақы керек болып тұр бірден күн көруге. Ілініп алайын, хотя бы тұмсығын тығып алайын деп. Олар 3 апта бесплатно стажировать етеді. 3 апта бесплатно жүресің. Оларда да қулығы бар. 3 апта сені использовать етіп алады, бір точканы, бір пропуск. Содан кейін наконец-то сен қабылдайды. Сен бір апта жұмыс істейдің, айлығын тағы күтіп жүресің, тағы бір ай оны алғанша. Представляешь, как тяжело. 24 сағат аяқта тұрасың. Неше түрлі, ол кезде 2004 жыл, неше түрлі ана бандитский группировкалар бар, нелер бар, неше түрлі нелермен, жаңағы жігіттермен теке тірестер де болды, өйткені ерегісіп, енді өзің күзетші болғаннан кейін өзіңдікіне көрсетесің ғой. Сол кезде талаймен де төбелестім де бәрін көрдім. Сол кезде ойлайтын да, өзім ол кезде неде тұрамын анау, алтын бесікте, қалқаман қасында, квартира жалдап отырмын. Сонда жаяу, сол неден, жаңағы метродан, сол алтын бесікке шолқылдап тұрған үстім аяқ жаңбыр жауып тұр, қармен бірге аралас. Сол жаяу бара жатырмын. Өйткені мен анау жолдың ақшасын аяйтын да автобусқа жаратуға. Тамақ жеймін, кейде өтіп бара кезде ана бір самса бірдеңе сатады ғой, сол кезде иісін сезесің, жегің келеді, соны бірақ ертең күнді ойлайсың. Өйткені квартирада тұрамын, 11 мың теңге төлеймін. Кішкентай бір комнатушка, есіктің бетінде мынандай қырау еще. Өйткені хозяин тапит еткен кезде экономить етіп тапит етеді да, киіммен жатамын мен. Өзің ойлашы қандай. Сол кезде мен бірақ сағым сынып қалған жоқ. Мен өз-өзіме бір мақсат қойдым. Алла қаласа мен өз-өзімді танытамын бәріне. Өзім жолым болады. Осы мысалы мен Алматыны білемін. Талай адамдар Алматыны бір Голливуд сияқты көріп келіп бағындырам дейді да, соның аяғы шықып кетеді. Милицияға қамалып, жаңағы сотталып кеткендер. Ауаға айтып кетеді болмаса. Иә, сол мен өзіме бір алдына бір мақсат қойдым. Сол мақсатқа Алла қаласа жеттім. Бүгінгі мен ойлаймын, мен мақтанып айтып жатқан жоқпын. Енді сіз қазір біздің студияға келіп отырғаныңыздың өзі сіздің жеткеніңіздің белгісі. Әрине. Мысалы үшін танымал тұлға болмасаңыз, мен сізді шақырмаймын ғой. Дұрыс айтасыз. Сол әлде де мен сол шекіп келе жатырмын. Зардаптың біраз моменттерін, оның бірасы бәріне айта бермеймін, потому что менің жақын достарым, осы подкастты көрген адамдар, бәрі біледі мен қандай күйзелісте жүрген. Бірақ ешкімге ешқашан жалоба етіп айтпаймын мен. Қандай ақыл кеңес айтасыз жалпы осындай бірақ қиыншылыққа душар болған адамдарға? Қиыншылыққа душар болған адамдарға айтарым. Қазіргі сәтте осы нені көріп отырып бір мотивация алайыншы деп отырған адамдарға бір. Айдос, өзің білесің ғой, Алла тағала өзінің сүйікті жандарына осындай сынақтарды береді. Кезінде ана жаңағы пайғамбарымыздың қасында жүрген жаңағы сахабаларға бір сынақ келмесе кәдімгідей Алла не ұмыттың ба мені деп сөйтіп жылайтын дейді. Сол сияқты бәлкім мен де кейде ойлаймын да, менде де кешіп жатқан қазір қиыншылықтар олда да бір күні бітеді, оны да бір күні жеңемін мен. Құдайға шүкір. Кейгілер қарайды ғой, менің достарым айтады ғой, мен Ержан саған тәнті болатынымыз, риза болатынымыз. Ешкімге білдіртпейсің, постоянно на позитиве жүресің, постоянно күліп жүресің, не қыласың. Біреулер ойлайды, қуама деп, жасы 50-ге келіп, андай вайндар түсіріп жүр, не қылып жүр деген. Ол не үшін жасаймын? Просто мен жастарға да мотивация беріп, анада рухфайтингке шығып, Рамисті шақырдым да. Не үшін? Ағашы, мысалшы, қараңыз, сіз туралы сөйтіп жазатын адамдар, олар өздері оны істей алмайды да, біреу істесе көре алмайды. Одан кейін ана бір керемет сөз бар да, кішкене грубый айтады да, оны орысша айтады, Дэвид Гоггинс деген жігіт бар. Ютубтан көріп тұрамын, рекордсмен өзі, турникке 4000 ба бір пәле рет тартылған үшін. Десантник өзі, морские котики дей ма, сондай даже слушать еткен, морпех. Соның айтатын сөзі бар да, другие люди говорят о тебе плохо, потому что они сами живут в дерьме, дейді да, и не хотят, чтобы ты вылез этого дерьма, дейді да, чтобы ты хотел там оставаться, дейді да, короче. Сол үшін сол неден түсінгенім, өздерінің жолдары болмай жүрген адамдар көбінесе жаман нәрселер, жаман пікірлер жазады, жаман нәрселер айтады саған, жаман энергетикасын шашады да, былайша айтқанда. Ал ондайға меніңше мән бермеуіміз керек деп ойлаймын. Мен мән бермеу ол дұрыс. Мысалы мен біздің жаңа UFC-дің боецтерін көріп жатырмын. Кім жеңіліп қалды ғой, біздің жамбылдық жігіт. Бекзат. Жеңіліп қалған кезде мен оған жаздым, наоборот, молодец, вперед надо.
қылма деп, не сдавайся деп. Почему? Потому что көбінесе мен өзіміздің батырларды мотивировать етіп, поддержка беремін. Еркебұлан Тоқтар болсын, кім болсын жаңағы, Жанқош Тұраров болсын, бәріне поддержка беремін. Почему? Потому что керемет сөз бар ғой, болашағы бар елдің ұлдары бір-бірін батыр дейді, болашағы жоқ елдің ұлдары бір-бірін қатын дейді. Сол сияқты мен әрқашанда жақсы сөз, жарым ырыс, мен наоборот поддержка беріп жүремін. Мысалы Маратта маған қай кезде жүрсе де, брат, тигр, анау-мынау деп қойды. Білем, мне приятно, потому что бір-бірімізді өстіп құрметтейміз, сыйлаймыз. Ол жастарға да өнеге болсын, жастарға да біз мысалы Марат екеуміз кездескен кезде амандасудың өзі бұл жастар бізге маған отказ бермейді деді ғой. Мен айттым, ержан ағамыз келе ме екен менің подкастыма деген кезде, Макеңмен араласамыз енді. Ерекең маған отказ бермейді деді ғой, короче. Сонымен болды, онда смело. Өйткені ол біледі мен, потому что қай кезде болса да, кез келген проект болсын, не болсын, мен қолдаймын. Жоқ, ұлылық қарапайымдылықта дейді ғой. Ержан ағаша, мысалы осы жерге, осы сіздердің ондарыңызға талай ұлы тұлғалар келіп отыр да енді. Тарихта қалатын ертең Шафқат Рахмонов бар, Мұхамеджан Тазабеков ағамыз, Сырымбек Тау, көптеген танымал тұлғаларымыз келді да. Ал кейбір кісілер, кейбір азаматтарға мен хабарласам ғой, подкастқа деп, олардың деңгейіндегілер емес та негізінде, мировой звездалар емес, жаңағындай, мен бер жағында жүргендер ғой. Бірақ енді шынайы ниетпен тұлға болғаннан халық кішкене көрінсін, тыңдасын деген ниетпен шақырамын да, сол кезде бір ой анау-мынау деп жауап бермей жатады, жаңағындай ұзаққа созып жатады, болмаса қолым тимейді дейді, жаңағындай мүлдем жоқ деп айтады, короче. Соған мен таңғалатым, ана сөздің дұрыстығында соған таңғалдым да, ұлылық қарапайымдылықта дегенше. Нағыз ұлы тұлғалар басын кішірейтіп келіп жатыр да. Сен ана өзінің неңді, парақшаңды көрсең, сен жеңіліп қалған кезде травма алып жаңа сөзді мен кейін ақтарып көрсем көресің, мен деді сен шен жайлы жазған молодецсің деп. Наоборот қолдап, кейгілер бар, өй деп сразу жамандап шығады. Сен өзің әуелі шығып алшы, сен диваннан көтеніңді көтерші, ондай нәрсені жазудың орнына деймін да. Мәке, өзіңіз жайлы айтсаңыз, сіздің басыңыздан өткен дәл осы сұрақ өзіңізге. Мен, брат, айтайын десем, мен кино түсірсе болады да, бірақ мен айтсам, мына жерде программа жетпейді. Мен саған бір жағдайды айтайын. Мен 17 жасында бірінші курспын ғой. Менің анам енді басқа қаладан келеді ғой. Бір таныс па, сестра ма, білмеймін, мынау Әл-Фарабида тұрды, Тимирязевада. Ол кісілерді көрсе, өздерін таниды. Мен ол кезде общежитие тұрғам. Бірінші курс, енді сөйтіп тұрған кезде менің анам мені көруге келген, қолында жарты қап жер жаңғақ бар, Ташкенттен алып келген. И ол кісі енді үлкен жағдайлар жақсы, Алматыда уже ежелден келіп тұрады, енді ол жағдайлар жақсы ғой. Мен анам енді жалын жақтан келді, ауылдан келді. Сол кезде менің анам айтқаны бар, біздің үйде қонақтар келеді, профессорлар келеді, сен басқа жаққа барып тұра тұр, намыстанған. И мен келем анама, Ақсайдағы общежитиеден келем, анама Тимирязеваға. Қыста келе жатсам, жаңа есіктің алдында мамам қаппен жер жаңғақ сатып тұр көшеде. Мен 17 жастамын. И сол кезде бір мент келді де, мамамды қуып отыр. Мен келдім, қолымнан ештеңе келмейді. 17 жасақ студентпін, қалтамда бір тиын жоқ. Неге тиісіп вас дедім, пошел вон деді, отсюда деді маған. Мен ол кезде Марат емеспін, мен ол кезде просто студентпін, Алматыға енді келіп өзімді бір свой кірпішін іздеп жүргенмін, Абай атамыз айтқандай. Кірпіш болып қаланайын деп жүрген кезіңіз ба? Сол кезде сол сіз қазір мен анамның жаңағы сол нәрсе сіздің жүрегіңізде қалып кеткен болып тұр ғой. Ұмытпаймын мен оны. Анам сахарный диабет, ауру, Аллаға шүкір қазір тірі. Ініммен бірге тұрады осы қалада. Соны айтайын дегенім, адамда осы күнге дейін несправедливость көріп келе жатырмын. Жылдан жылға, күннен күнге. Мен бұлай маскамен, біз актерлар бәрі күліп жүреміз. Бірақ ішімізде талай сыр бар, оны айта алмаймыз. Өйткені көпшілікке біреу түсінсе, біреу күледі, біреуі қуанады дегендей. Түсінетін өзің сияқты жандар аз. Бірақ енді айтқан екен, шындық айтқан екен, сол неден кейін мен ойладым. Қалай мен анама көмектессем, вот біз анамыз алдымызда жаңа пейіш деген кино айттық қой, Меккеге апарса құтыла алмаймыз дейді. Мен осы күнге дейін анамның қарызынан құтыла алмадым. Соған көмектесім, ауруын емдегім келеді. Сахарный диабет второго типа, инсулинозависимый.
укол салады, тамақтан алдым. Дұрыс тамақ іше алмайды, потому что соған енді мен өзім ниетім кино түсіріп бір анамды емдесем деген арман. Басқа мен қайыр сұрауға, біреуге айтуға ешқашан біз солай тәрбие, батырдың ұрпағымыз. Мен ешқашан біреуден қасына келіп бір тиын сұраған адам емеспін. Аллах тағала маған көмектеседі. Сол жағдайдан кейін мен өзіме бір киноға реально бет бұрдым. Режиссердан алдын ол оқып жүрген ол кезде, бірақ кинода желанием болды, бірақ киноман жаңа мен деп цель болды, немесе спорт арқылы мен ақша жасаймын. Қолымнан келетін сол кездегі қолымнан спорт немесе төбелесіп бірден немесе бір кино жағынан өзіме уверен болдым сол кезде, сол арқылы шыға аламын мен деп. Сол маған мотивация болды, сол история. Анам Аллаға шүкір тірі, қазір хабарласып тұрамыз постоянно. Сол маған сол жағдай, әмин. Сол жағдай маған түрткі болды осы дәрежеге жетуіме. Енді ары қарай белестер бар ғой деп ойлаймын, потому что өмір өтіп жатыр. Бірақ мына күнде көбісін айтайын дегенім, аналардың тірі кезінде құрметтеңдер, бағалаңдар. Өйткені дүниеде ана мен әкеден адам, жақын адам болмайды. Мысалы, біз семья құрдық, бала шағаның жөні бөлек, әйелдің жөні бөлек. Мысалы, әйел деген енді жаман әйел болмайды ғой, просто оны өмірде қазір қиыншылықта, мысалы, күнде ұрыс керіс болады. Соған мынау әйелде заттарды құрметтеңдер, бір-бірін құрметтеңдер, қиыншылық болады. Ақшаның шегіне жетпейміз. Мысалы, бір айтар ақылым, мысалы, сен мысалы бүгін мынаны алып ішем дедің бе, алып іштің да, су ішем дедің, уже Алла тағала несібеңді берді. Бірақ ол бізге аз да адам болған екен. Бізге көп нәрсе керек та бәрі. Сол адамзат соны границаны біліп қадірлесе осыны, сонда береке бола береді да. Бірақ көп адамдар оны түсінбейді. Ала берсем, іше берсем, жей берсем дегендер көп мысалы. Даже элементарно, мысалы, семья болады ғой, әйел мен күйеу. Сен бүгін пицца жегім келеді, мысалы, пицца әпере алмай қалып күндерің болады. Шыны керек қой, мысалы да, например, заказ, суши деген қазір көп қой. Звондадың, әкеп береді. Сондай жағдайда болады өмірде де. Пицца бала шаға пицца жегісі, бірақ әкеп бере алмай қаласың. Возможность болмай қалады да. Тиім болмай қалады. Сондай жағдай көп болады. Содан көп неге бізде ажырасу. Енді Аллах тағала намаз оқимын, бірақ бүгін болмаса ертесіне какой-то бір не береді, Алла тағала бір несібе береді ма? Ризық береді. Әр күннің өзінің несібесі. Ер адам жалпы айтады ғой, ер адам далаға шықса, ризық өз береді дейді Алла. Ризық береді. Сол жарнама болады, мысалы бірдеңе бір жерге түсіп қаласың бір рекламаға. Сөйтіп әйтеуір шүкір осыған дейін тіріміз, әйтеуір выживаем нормально. Енді сол идея осы басты мақсат осы киномды түсіріп, қазір до конца апарып, халыққа жеткізіп, «Прости, доча» деген рабочий название. Өзімді түсуге ұсыныс жасайын деп тұрмын. Как раз пользуясь случаем, Алла қаласа қазір сөйлесейік. Мен де түсемін, Құдай қаласа, жақсы бір рөлде. Иншалла кинодан да көресіздер. Ағалар біздің жағың сынса да сағың сынбасын атты мотивациялық подкастымызға келіп, ашылып, керемет сұхбат бергендеріңізге үлкен рахмет айтқым келіп отыр. Алла разы болсын. Біздің осы подкасттың көрермендеріне бір-екі ауыз тілектеріңіз болса, мархабат. Сөйлей берейін бе? Марат молодец. Үлкендерді сыйлайды. Мараттан үлкенмін. Марат мені кәдімгідей құрметтейді, сыйлайды. Рахмет. Жалпы Айдостың подкастын мен өзім көріп келе жатырмын. Ұнайды маған. Өйткені көтеріп жатқан тақырыптар өте күрделі, өте маңызды деп есептеймін. Айдостың өзі керемет тұлға болғаннан кейін осы подкастқа келіп қатысудың өзі мен үшін үлкен бір мәртебе. Себебі сен өзің еңбегіңмен, өзің күштің, білектің күшімен бүкіл Американы шулаттың, таныттың, қазақтың батырлық, қайсар мінезіңді көрсеттің. Мен әрқашанда басыңа малақайды киіп шыққан кезде кәдімгідей қуанатында осындай. Өйткені мен барлықтарыңды зерттеп келе жатырмын. Ашкеева бар, Жүкенбаев бар, бәрін көріп келе жатырмын. Кім қандай жетістікке жетіп жатыр, не қылып жатыр. Всегда мен қуанамын да, біздің боксшылар нокаутқа құлатып жатқан кезде. И всегда кім бар біздің кімші? Қазір тоже Канелоны шақырып жүр. Жәнібек Әлімхан. Жәнібек. Мен айтамын, қазақ стайл, молодец, қазақ стайл деп көрсетіп жатқаны. Расында да біз өзіміздің осындай жауынгер халық екенімізді көрсетіп жүреміз. Сол мен ойлап жүрдім, негізі Алланың құдіреті расында да шексіз. Мен өзім өмірде
қаншама тұлғалар теледидардан көретін. Менде де обыватель сияқты отыратын бүйтіп. Бұрын мына мысалы экраннан мынау бетіндегі адамдар бүйтіп қарап, қандай керемет. Мына Төлеубек ағамыз бар, Аралбаев марқұм қайтыс болып кетті. Перекрест ойнаған. Солармен қашан бір түсетін бір сәті келетін шығар деп. Даже кейгілер ойлайтындай ондай бір арманда болған жоқ. Өйткені ойлайтын, қазақ фильмде өңшең бәрі ояқта орын жоқ шығар, мен тем более білімім жоқ, қаяқтағы деп. Бірақ Алланың құдіреті қандай. Сол кісімен де сахналас болдым. Кімдер жаңағы Ақан Сатаевпен де жұмыс істедім. Барлық мен деген тұлғалармен бәрімен сахналас болдым. Бақтияр Қожасы бар, Данагүл Темірсұлтанова, Шынар Асқарова, Қуандық Шәкіржанов, бәрімен жұмыс істедім. Ол ойлаймын, Алла маған сондай бір сый берді да. Сол сияқты мен де ойлайтынмын, бір күні ойлайтынмын, осы Айдоспен былай жүздесіп, амандасып, бір не қылатын, а тут уже, оказывается, у тебя уже на подкасте сижу. Ол да маған бір үлкен мотивация. Ол жастарға да мотивация. Жастар көрдіңдер ме? Менде мысалы ешқандай көкем де жоқ, танысым да жоқ кино әлемінде. Бірақ Құдайға шүкір, кинода өзімнің жұмысымды жасап жүрмін. Қолымнан келгенше өзім жаңа образдарды шынайы көрсетіп, кәдімгідей жақсы актерлық, шеберлікті көрсетуге мен әрқашанда атсалысып жүремін. Бірақ мына осы подкастқа келген, ол да бір мүмкіншілік, себебі ол да біздің медийностьқа сондай бір септігін береді, көмегі болады, себебі Айдос деген ол өте жеке тұлға. Сол үшін Айдос саған рахмет. Біз әрқашанда сен жазған кезде Ереке осындай кішкене подкастымыз осындай күнге не қылып жатыр, ауысып жатыр, қалай қарайсыз деген мен айттым. Мен сені қалай болса да, қай кезде болса да қолдаймын деп айттым. Өйткені өстіп бір-бірімізге, жастар сендерге өнеге болсын, бір-бірлеріңді осылай қолдап жүріңдер, көмектесіп жүріңдер. Сол кезде ғана біз мынандай мемлекет боламыз, бірде-бір жау бізді аламайды. Бәрекелді. Алла разы болсын. Әке өзіңіз. Әлеке, енді мынау сен өзің ағамыз бәрін айтты. Мен де қайталауға шаршамаймын. Сен действительно қазақтың батырысың, хас батырысың, нағыз яркий личность. Қазақта айтайын бір ақыл сөз бар. Қазақ қазаққа батыр емес, қазақ қазаққа бауыр бола білсе, біз берекелі ел боламыз. Мынау көшеде көп көресің, жастар төбелеседі, боқтап жатады бір-бірін. Енді өмір болғаннан кейін жігіт пен жігіт кездесіп қалады, ары непонятка болады. Сонан мынау бір-бірімізге біз бауырмашылық болып үйден тәрбиелеуіміз керек сияқты. Әр үйде, ол үйден шығады, ол отбасынан шығады. Сен бір-біріңе сөйтіп тәрбиелесе, біз мынау мықты боламыз да, бір-бірімізден төбелеспей, бір-бірімізді жақсы көріп сыйлап өтсек, дұрыс тәрбие болады да. Тұрсың ғой. Ал өзіңе келетін болсақ, сен легендасың. Короче айтқанда, бүкіл қазақтың туын, қазақтың мынау бірінші өзің алып шықтың ғой, Тұмақпан жаңағы. Ең бірінші алып шыққан Айдос болады. Сонда имиджбан шықтың, қазақтың шапанын, тұмағын, туын өзің алып шықтың. Алла тағала өз соған бір қасиет берді, соған саған алғысым шексіз. Әрқашанда сол биіктен көріне бер. Сен әлі жассың, әлі бәрі алдыңда, бәрі қолыңда, өзіңе байланысты, өзің желаниең болса, егер давай десең, Алла тағала саған беріп тұр. Одан бөлек сен керемет, нәзік деп ақ жүрек адамсың. Как адам ретінде мен сені қатты құрметтеймін. Адамға сен бірдей қарайсың. Анау мынандай деп сен ала алмайсың. Сол қасиетің маған ұнайды. Сол қасиетіңе берік бол, дами бер. Осы подкастқа шақырған мен де қуана келдім. Потому что действительно сенің кастинг дейін, подкастқа кастинг дейді, бізде подкастқа келіп, Аллаға береке берсін, дами беріңдер, өсе беріңдер, әр қазағым жалғызым дегендей бір-біріңді қолдаймыз. Ол өте керемет. Сен де мені қолдайсың әрқашан. Сен рекламаңды жасап жүрмін ғой, тем более. Сол Ерекең міне келді. Алла разы болсын. Осы сәтпен пайдаланып бір сөз айтсам бола ма тағы да? Қосымша. Жастарға айта кететін бір сөзім бар. Бүгін қоғамда мен естіп жүретін, жиі естіп тұрамын. Біздің кәдімгі қарапайым ауылдан да келіп жатқан бауырларымыз бар. Бір-біріне, родной дейді, братишка, братан дейді. Сол сөздерден, сол мусор сөздерден, қоқыс сөздерден құтылыңдар, айналайындар. Қазақтың керемет, мағынасы өте терең, философиялық даже тұрғыда өте терең ұғым, мысалы атаулар бар, бауырым деген сөз. Дұрыс па? Неге бауырым деп айтпаймыз? Неге аға деп айтпаймыз? Неге көке деп айтпаймыз? Біз болсақ братан деп. Братан деген ол анаяқтан келген, анау басқа ұлттардан келген ол негізі керек емес бізге.
олар бізге қарап күледі, қазақтардың бір-бірін родной, анам, сол роднойың кешір, сен ертең аш отырған кезде роднойың саған тамақ алып келе ме, алып келмей ме, ол әлі еще не факт. Просто бір-бірімізге қазір мысалы бауырым деп айтса, уже өзгеше түсінеді. Но ерексейін деп тұр ма маған бірдеңке деп, не тіресіп тұр ма деп ойлайды. Бауырым десе не деп шығады кәдімгі. Наоборот, кәдімгі бауырым десе кәдімгі адам деген бар ғой, кәдімгі жылы қабылдау керек ол сөз, бауырым деп. Сол сияқты көшеде бірдеңке болып қалса, машинамен біреу соғысып қалса, шығып бір-бірінің жағасын алып жатқанша, бүйтіп шығып, бауырым амансың ба? Ол темір ғой десе, қандай керемет, басқа ұлттар көрдім, қазақтар қандай бір-бірін қалай құрметтейді, қалай бір-бірін сыйлайды. Сол сияқты осындай бір жақсы нәрселерге үйренейікші, анау родной деген сөзден құтылыңдаршы. Мен үнемі айтып жүремін, қаншама жастарды көремін, братан дейді, мен сен өзің кешір деймін да, сен жасың қаншада дейді. Мен ба 2004-мін дейді. Ей, сенің құрдасың, сенің әкеңе братан десе қалай дөрекі болмай ма десем, кешіріңіз дейді. Сонымен шаршамаймын. Мысалы 10 адамға айтам, 9-ның құлағынан кіріп, неғынан шығып кетсе, хотя біреуінде есінде қалса, сол менің осы миссиям сондай да, өмірде бір жастарды дұрыс бағытпен тәрбиелеп, үйретіп қойсам, түсіндіріп, келесі жолы ойланады, братан деп айтпай, аға деп айт, көке деп айт. Қандай керемет, Киноның аты Сержан Братан ғой, уже реклама кетті. Братанның тарихы былай тұрсын, кешіресіз да. Родной деген сөзді мен 1-2 жыл бұрын ести бастадым. Осы жақында пайда болған сөз. Өйткені бір съемкада отырсам, 2 жігіт отырды. Родной анан бесейші, өзің тауып алсайшы. Родной не болды саған дейді да. Примерно өмірден алдым. Сосын сыртқа шықсам, родной, ты че так? Көп естідім, и мен сол сөзді Аллах тұр енді куә. Жігендім мен ана сөз. Бірінші рет құлағым естіліп отқан, как-то дөрекі естіледі да. Содан кейін мен кішкене жақында өзімді родной деп сөйлей бастадым. Аузың уже паразит та. Мен айтпаймын десе. Мен енді ағалар сөзін ашық керек енді. Мен братан деп сөйлеймін негізі. Братан менде де бар. Спорт школада өскенбіз да. Спорт школаның өмірін көргенбіз. Жас үлкендерді братан деп құрметтейміз. Көшенің тілімен үйреніп кеткенбіз. Біздің қоғамда солай қалыпты. Айдос, шындықты айтшы, мысалы, братан деп тұрған адамға, егер братаның саған бір дөрекілік көрсетіп, бір шектен шығып бара жатса, ол братанға қол спокойно көтеріліп кетті. Мен талай братандарды сөйтіп ұйықтатқам, аға деген адамға мен 1000 жерден оныкі дұрыс болмасын, арақ ішіп алып қуып тұрып мен жамандап жатса да, мен қол сілтеймін, жарайды аға қойыңызшы деп кетіп қаламын. Өйткені аға деген адамға мен қолым көтерілмейді ешқашан. Братан деген для меня авторитет емес. Бізде енді менде басқашалау сәл енді. Бірақ енді дұрыс айтып жатсыз, негізі дұрыс айтып жатсыз. Келсем. Өйткені ол қаяқтан келген? Братан, братишка деген ол зонадан келген. Ана зонада ғана орыстар отырып алып, бір-бірін өстіп жұмсайды, не қылады. Ал негізі қазақтың қасиеті өте мықты ғой. Бауырым деген сөздің өзі бауыр үшін барып. Сол братан, братишкасын бауырым дегенмен действительно жаңа мысалы көбінесе мына солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан жақтарда бауырым десең інім деп айтқандай көреді екен де олар. Братишка деген сияқты сөйтіп қабылдап жүреді екен де, кім бауырым, не деп тұрсың деген. Вот ол дұрыс емес негізі. Бауырым деген ең жақын адам бар ғой, бауыр. Себебі даже если на то пошло, ана бір талай бір легендалар бар ғой, ана нелер бар, жағдайлар бар. Айтады, қатын жолда бала белде деген. Маған бауыр ол намного ближе. Сол өйткені қазақтың негізі философиясы сондай. Бауыр үшін адам деген до конца бару керек. Роднойдың переводы туысқан емес па? Ағаларым мені сұхбатта батыр деп отыр. Мен бір сторисімде айтқан едім. Негізі нағыз батырлар ол мынау білесіздер ғой, Семейде өрт болып, сол кезде жаңағындай талай өрт сөндірушілеріміз қайтыс болды, жараланды. Сол кезде күннің ыстығына қарамай өрт сөндіріп жүрді. Сол кезде мен сторис салған, рилс салған болатын. Нағыз батырлар міне осы азаматтар. Атақ пен ақша үшін төбелесіп жүрген бізді батыр деп санамай-ақ қойыңыздар деген. Расымен солай. Негізінде біз бәлкім біреулер үшін батыр шығармыз, бірақ нағыз мен өз басым батыр деп есептейтін, күнделікті қаншама операция жасап, адамдардың өмірін алып қалып жатқан врачтар мен үшін батыр. Мұғалімдер мен үшін батыр. Өзінің бала шағасына тәрбие бермей, өзінің бала шағасын ысырып қойып, халықтың бала шағасына тәрбие беріп жатқан мұғалімдер батыр. Сондықтан ел үшін қызмет етіп жүрген әрбір азаматтар батыр. Рахмет, батыр ағалар, сіздердің келгендеріңізге. Жақсы күнде Аллах тағала жүздесуді нәсіп етсін. Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет үлкен. Саған